Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Біздің бүгінгі подкастымыздың тақырыбы пәлсапалық кітап, бұл Парасат майданы. Жалпы Парасат майданы деген кітап біздің ойымызды төңкерді десек болады. Себебі кітап өте күшті әсер қалдырды, және де қазір өз ойларымызбен бөлісіп кетеміз. Бастай берейін ба өзіме? Бірінші өзімнен бастайын. Жалпы Төлен Әбдіктің шығармасы өте неординарды. Яғни кәдімгі сюжет емес. Бірден тартып алып кетеді. Және де адамды кәдімгідей тұңғиық бір ойға батырып жүреді. Бұл кітапта қазіргі мәселелерді, яғни қазіргі актуалды проблемаларды айқын көрсетеді. Жамандық пен жақсылықтың балансы. Жалпы мысалы бір ойы ұнағаны, адам жас кезінде оның досы да көп болады дейді. Яғни сенің досыңның досын да ол саған дос деп айтады да. Бірақ жасың үлкейе келе, жылдар өте келе ол достарын жоқ болып кетеді. Яғни адам түбінде жалғыз қалады деген сияқты. Сондай бір ой ұнаған болатын. Яғни автор шынайы көрсетеді да. Яғни кәдімгідей бетіңе ақиқатты бұлшетіп оқыта салады. Негізінде өте қатты ұнады. Келесі сөз кезегін Сәуле ханымға берейік. Қайырлы күн баршаңызға. Біз бүгін Парасат майданы туралы өзіміздің ойымызды талқыламақпыз. Енді менің бұл кітаптан алған әсерім қандай? Әрине, басында мен бір детектив оқыған сияқты күйде болдым. Сосын кейін біраз уақыттан кейін бұл психологиялық ауруға ұшыраған адамның жан дүниесі туралы жазылған екендігін түсіндім. Себебі автор солай өзі басында түсініксіз қылып алып келеді, бірақ сен іштей оны сезесің. Себебі адам өзінің бір тұлғаның бойында екі түрлі адам қалыптасқан. Яғни бұл Төлен Әбдік өзінің бір жақын танысы ма, жастық кезінде кездескен бір азаматтың өмірін баяндайды. Және сонымен қатар өзінің ойында қосады, рухани байлық туралы адамның. Одан кейін бұл жердегі кейіпкердің атын атамайды. Себебі ол жасырын түрінде қалады. Себебі бұл шынайы өмірден алынған. Яғни сол адамның, кейіпкердің күнделігі негізінде жазылған кітап. Яғни бұл кітап ол күнделікті толығымен баяндамайды. Бір аралықты сол адамның өмірінің соңғы уақыт мезеттеріндегі күнделігін баяндайды. Бұл жерде не туралы жазылған? Бастысы жақсылық пен жамандықтың бір-бірімен қайшы келуі. Яғни бұл адам айтады. Мысалы бүкіл адамзаттағы рухани ізгілік пен парасат тек қана рухани тұлғаға ғана, жаңағы жеке тұлғаға ғана бағытталған деп ойлайды. Ал мысалы үшін адамдардың мысалы қазіргі кезде материалдық жағдайға, жаңағы басқа да өмірлік қажеттіліктерге бағытталып кеткен жағы ол жаңағы тобырға бағытталады. Яғни бұл жердегі адам рухани жағынан өте биік болғандықтан кейіпкер осындай ауруға ұшыраған ба деп ойлайсың, психологиялық ауруға. Себебі ол әрқашанда өзінің ішкі жан дүниесімен күресте болады. Басты оқиға ауруханада
болады. Себебі осы адам ауруханада жаңағы психологиялық ауруға шалдыққан адам сол жерде өз-өзіне әр күніне күнделік жазады екен, өз ойы туралы. Сосын бір күні таңда тұрған кезде өзінің бөлмесінен бейтаныс бір адамнан бір хат алады. Ол хатта жаңағы бейтаныс адамның бүкіл өзінің бойындағы рухани жақсылықты, ізгілікті пайымдап жүрген адам өзіне кері бағыттағы пікір алады. Және ол пікірге өте жаңағы өзінің қарсылығын білдіріп оған жауап жазады. Жауап жазып, сөйтіп хат алмасып жүреді. Яғни бірі рухани ізгілікті баяндайтын болса, екіншісі бұл жақсылық пен жақсылықтың да күресі болуы мүмкін. Екі жақсылықтың да бір-бірін жоққа шығаратын кездерде болады дейді. Себебі адам шынайы өмірде ол өзінің кері жағын көрсете алады дейді. Жаңағы жаман жағын. Яғни өзінің бас пайдасына келген кезде, мысалы үшін, сол кезде жаман жағын да көрсетуі мүмкін деп ойлайды. Сол кереғарыстың салдарынан уақыт өте келе ол сол адаммен кездеспекші болады. Кездеспекші болады да, енді түсіндіргісі келеді оған. Сенің ойың дұрыс емес деп. Сөйтіп түсіндіргісі келеді де, сол бір кездесуіне келмекші болған кезде жарақаттанып қалады. Оны байқап жүрген, оның осы күй кешіп жүрген, кейіпкердің осындай күй кешіп жүргенін дәрігер сырттай бақылап жүреді. Сөйтіп оның осындай ауруға шалдыққанын айтпақшы болған кезде, ол оған сенімділігі жаңағыдай сеніңкіремейді, мүмкін емес бұл деп. Сонымен аяғы өте қайғылы болып, ол өмірімен қоштасады. Енді келесі кезекті Еркежан ханымға берейік. Рахмет, Сәуле ханым. Жаңағы бұл жерде мен бірінші айтқым келіп отырған мәселе автор жөнінде. Неліктен? Себебі жаңағы Төлен Әбдіктің тағы бір шығармасы бар, оң қол деген. Ол да жаңағы аурухана желісімен тұспа-тұс келеді. Жаңағы ол жердегі мәселеде осы жердегі жаңағы жазылған мәселеде жаңағы ауруханада өтеді. Бұл жерде жаңағы өмірлік пәлсапа. Жаңағы адам болуды үйрен, жаңағы біз адам болып не нәрсені көріп жүрміз, не нәрсені көрмей жүрміз, және де не нәрсені байқамай жүрміз, сонымен қатар не нәрсені мойындамаймыз. Жаңағы мына жерде бір мен өзімден оқып бере салайын. Былай деп бастайды орта тұсына келгенде. Адамзат бақытты болу үшін ең алдымен өзінің кім екенін анық білуі керек дейді. Яғни өзінің әулие емес, күнәһар пенде екенін де мойындауы керек. Оны мойындамайынша ешкім мәңгі рухани азаптан арыла алмайды. Бұл бір. Екінші, дүниедегі ең жақын нәрсе бірыңғай жалғандық емес, шындық араласқан жартылай жалғандық. Ең қатерлі адам бірыңғай жексұрын емес, бойында аздап та болса жақсы қасиеттері бар жексұрын. Ондай жақсы жексұрындармен күресу 10 есе қиын. Яғни бұл жерде айтылып отырған мәселе біріншіден бұл рух пен нәпсі. Сосын сана мен түйсік, сонымен қатар ар майданы, яғни адамзаттың арының майданы. Бұл жерде жаңағы айтып тұр ғой, жай жексұрын емес, жақсы жексұрындармен күресу 10 есе қиын деп. Жаңағы бұл жерде де бір пәлсападан тағы да бір пәлсапа туып тұр деп айтсақ болады. Сонымен қатар бұл жерде жаңағы автордың, мына жерде енді күнделікті жазып отырған автордың ішіндегі күрес. Ол ойлайды ғой, мен бір бейтаныс құрбыммен сөйлесіп жатырмын, бұның ойы неге маған кереғар келеді, неліктен, не үшін деп. Сосын барып, сонда енді барлығы ашылады ғой, Сәуле ханым айтпақшы. Бірақ та жаңағы бұл жерде біз әр адам жаңағы жалған өмірде не істеп, не жасап жүрсе де жаңағы бірінші өз-өзіне есеп беру керек деген секілді. Жаңағы мен айтып өткендей аружынан мәселесі, ар майдан мәселесі, яғни бұл жерде парасат майданы деп тұрған неліктен жаңағы бұл жерде сана мен түйсік
рух пен нәпсі. Жаңағы адамдар өздерінің нәпсілеріне өздері ерік бере алмайды. Жаңағы ана жақсы жексұрын деп тұрғаны адамдар өздерін жақсы көрсеткісі келеді да, бірақ жаңағы ар жағында тұрады ғой бір жаман ниеті, бас пайдасына келген кезде сондай жақсы жексұрындармен күресу 10 есе қиын дейді. Ал былай жаңағы кітаптың өзін қарап отыра берсең, енді жаңағы астарлы ой, сүбелі ой өте көп. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Айгерім. Мен осы Парасат майданы кітабын оқығанда бір философиялық ойға келдім. Бұл кітап негізінен автордың күнделік ретінде жазылған кітабы. Наурыздан сәуірге дейін бір ай күнде адам күнде өзінің ойларын, өзінің философиялық ойларын жазады. Сол кітапты оқығанда мен келген қорытындым адамгершілік не жаман, не жақсы, және де шындық пен жалғанның арасында ойланып жүрген адамдарға арналған кітап деп ойлаймын. Егер де философиялық, психологиялық жағынан ойланып сондай кітаптар ұнайтын болса, бұл кітапты сіздерге өзім қызығып кеттім. Негізінен жартысын ғана оқыдым, шыны керек. Сол советую. Жалпы Парасат майданы кітабын әр жыл оқып тұру керек деп ойлаймын. Себебі негізінде әрбір абзацы, әрбір мәтіні бір ойға жетелейді. Яғни ой құмарлыққа жетелейді. Маған қатты ұнады. Және де осы жақта автордың генийлығы көрінеді. Яғни осындай ойлар қалай сол адамның миына сыйған. Яғни егер ондай ой болса, кәдімгі адамның миы жарылып кетуші еді ма деп ойлаймын да. Және де осы шығарманы шығарғаны өте күшті болды. Келесі де шығармаларын оқимыз деген үміттемін. Негізінде бұл повесті өте қысқаша. Жылдан жылға оқып, жылдан жылға бір жаңа ой түйеміз деген ойдамын. Рахмет. Жалпы осы подкастымыздың соңы, және де соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі подкастты күтіңіздер.